Егерде көң немесе шерінділер осылай азықтандыруға табылмайтын болса, ол кезде минералдық тыңайтқыштарды беруге болады. Олардың ішінде ең басты ағаштарға қажетті азықтар ол азот, фосфор, калий. Ондай тыңайтқыштар енді азофоска деген тыңайтқыш бар, нитроамофоска деген тыңайтқыштар, ол ерте көктемде қолдануға арналған. НПК деп тұрады, 16-16-16 деп тұрады. Макро және де микроэлементтерді оларды жапырақ арқылы берсек болады. Жаз күнінде темір қажет, бұларға бор элементі қажет, цинк қажет. Олардың бәрін жапырақ арқылы азықтандыруға болады. Ал енді азот, фосфор, калийді тамырдан береміз, өйткені жеміс ағаштарын ерте көктемдегі азықтандыру. Жеміс ағаштарын азықтандыру үшін оларға ең жақсы азық ол көңдер, шерінділер немесе биогумус сияқты органикалық заттар ең жақсы азық болып саналады. Азық берген кезде көп кісілер қателік жасайды. Мына ағаштың діңгегінің түбіне береді азықты, немесе суды құйған кезде осы жерге діңгектің түбіне былай шұңқыр жасап қойған, су сиятындай, соған толтырып су құяды. Негізі мына үлкен ағаштарда бұлардың азықтандырушы тамырлары негізі ағаштан алыстау орналасады, кішкене жарты метр, 1 метр былай алыстау алып, азықты сондай қашықтықта берген дұрыс. Өйткені үстіңгі беттегі бұтақтарды қарасақ та, мынау діңгек мынау жуан, одан кейін жуан тағы да мынандай бұтақтар тарап тұр. Одан кейін тағы да мынандай тарайтын бұтақтар, одан кейін барып жіңішке, жеміс беруші, жапырақ шығарушы мынандай шыбықтар, бұтақтар тарайды. Тамырда да дәл солай. Діңгектің жанында жуан тамырлар болады. Одан кейін одан тараған тамырлар, одан кейін барып алыстап мына ұш жағындағы мына шашақ тамырлар, майда тамырлар, солар азықтандырушы және де азықты өзіне тартушы тамырлар солар болып саналады. Мына діңгектің жанында ештеңе де жоқ. Сондықтан да кішкене алыстау аламыз діңгектен. Мына бұтақтың өскен аса бір ұшына кетіп қалудың да керегі жоқ. Мына діңгекке тақап алудың керегі жоқ. Сол екі ортадан алған дұрыс негізі. Мына діңгектен бастап мына ұшына дейін 1,5 метр болса, мына жерден 70-80 сантиметрден міне бір күрек бойы қазып алып, соған мына көңді салдық. Осындай көлемде бір ташка мынандай көң кетті бұл жерге. Енді жеміс беріп тұрған ағашқа кемінде осындай бір ташка жеткілікті. Егер көп болса, одан да көп салуға болады әрине. Бірақ та енді қазір ондай көңдерге де қол жетімділік кішкене қиын болып тұр ғой. Сондықтан да осындай бір ташкеден салып шығамыз. Одан кейін бұл жерге не істейміз? Егер де бұлай жасап күзде осылай азықтандыратын болсақ, осылай аламыз да оны көміп тастаймыз, болды, ештеңе жасамаймыз. Ал егер көктем мезгілінде осылай жасап жатсақ, көктем кезінде осының үстіне жақсылап су құйсақ, ол жақсы болады. Жақсылап осыны қандырып үстіне суды толтырамыз. Қазір менде шлангалар бәрі жиналып жатыр, қыстан кейін әлі шығарылмаған. Аздап кішкене бетін топырақпен жабамын да, кейінірек мен су құюмен кейінірек айналсам. Екінші ағашты мен басқаша түрде азықтандыруды көрсеткім келіп отыр. Өйткені бұлай жасауға кейбіреулердің мүмкіндігі болмауы мүмкін. Жерді қазу керек, біреудің белі ауыруы мүмкін, біреудің мүмкіндігі болмауы мүмкін. Сондықтан да мынандай екінші жолмен жасайтын болсақ, жердің бетіне тастаймыз көңді. Одан кейін барып, оны кішкене ғана мына плоскорез деген инструмент бар, солмен жерді аздап қопсытып, одан кейін барып оның бетін шөптермен жабуымыз керек. Өйткені мына көңнің құрамындағы азотты элементтер ауаға ұшып кетеді. Ауаға испарение жасап ұшып кетеді. Сондықтан да оны күн көзінде ашық қалдыруға болмайды. Енді осылай азықтандыру үшін мына жерді алдымен аздап қопсытып алсақ та болады. Осы сияқты плоскорез деген инструмент өте ыңғайлы. Еңкеймей бел ауыратын адамдарға осылай тік жүріп жұмыс істегенге ыңғайлы болады. Аздап мен жұмсартып алғам топырақта. Енді осыған көңді осылай шашамыз. Бір келкі айналдырып, бір шамада салып шыққан дұрыс, бірдей қалыңдықта. Бұны салғаннан кейін дереу бетін жабуға тырысу керек, немесе топыраққа араластырып тастау керек, немесе бетін қалың шөптермен жауып тастау керек. Сол кезде бұның бойындағы пайдалы элементтері өзінде сақталып қалады. Әйтпесе азотты элементтер бұның құрамындағы ауаға ұшып кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бұны дереу жабуға тырысуымыз керек. Егерде күн көзінде
2 сағат бойы жатса, бұның бойындағы 40%-дан аса элементтер жоғалып кетеді деген сондай мәліметтер бар. 40% ба, 60% ба, өте көп бөлігі. 1-2 күн осылай ашық жатса, оның бойындағы азотты элементтерден түк қалмайды деген сөз. Сондықтан да дереу оны жабуға тырысуымыз қажет. Енді әрбір жағына бірдей көлемде салып шығуға тырыстық. Енді бұның топыраққа араласқанша осылай араластырамыз. Қайсысы өздеріңізге жеңіл, сол әдісті қолданса болады. Ең бастысы бұның топырақпен бетін жабу. Топырақпен немесе шөптермен қазып салған кездегі де мақсат сол. Негізі оның күн көзінен сақтау, және де бетін топырақпен жабу. Әйтпегенде оны тереңге салудың аса бір қажеті жоқ. Су, ылғал бәрі жердің жоғарғы жағынан жер бетімен берілетін болғандықтан, оның қанша тереңдікте тамыр болса да, ол жетіп барады. Қажетті элементтер. Аса бір жарты метр қазудың ешқандай да қажеттілігі жоқ. Егер де қазып салғыларыңыз келсе, бір көрек тереңдігінде қазып, соған көміп шықса болады. Немесе осылай топыраққа араластырып, одан кейін бетін шөптермен жауып қойса дұрыс болады. Енді толық араласты деп айта алмаймын, жартылай араласты. Сондықтан да бұны бетін енді шөппен жауып шығуымыз қажет. Отырған өзінің шөптерін салып көреміз. Жеткіліксіз болса, басқа жақтан шөптер алып келіп, бұның бетін жабу қажет болады. Үнемі арам шөптерді жұлған кезде, оларды жинап қоюға тырысу керек. Негізі шөпті өртеп қажеті жоқ. Шөптерді бір жерге жинап, кейін осындай ағаштың айналасын көлеңке жасауға, тамырларына ылғалды сақтауға, осындай қолдануға жақсы болады. Енді бұл шөптерді қанша қалың салсақ, соншалықты жақсы, әрине. Бірақ та мүмкіндігінше ең болғанда осылай бетін көлеңкелеп жабуға тырысуымыз қажет. Одан кейін бетіне су құя саламыз. Немесе жаңбыр болады. Сонымен азықтық элементтер тамырға жетіп барады. Осылай толығымен жабуға тырысамыз. Ешқай бір жеріне күн түспейтіндей қылып, күн жерін күн сәулесінен қорғаймыз. Ылғал болып тұрса, онда элементтер ұшып кетпейді. Біз екінші ағашымызды осылай азықтандырдық. Бірінші ағашымызды анау бір күрек бойы көміп, көңдерді. Енді оның бетін аздап топырақ салып шығамын. Әзірге су құйғанша мынаның көлеңкелігін бетін сақтап тұру үшін, одан кейін суды осы жерге толтырып, одан кейін қалған топырақты осы жерге саламыз. Бұлай азықтандыруды әрине біз жыл сайын жасай алмаймыз. Өйткені ол көп уақытты талап етеді, еңбек шығыны және де мүмкіндікте бола бермейді. Сондықтан да бұны кем дегенде 2-3 жылда, әрі кетсе 4 жылда бір осылай жасап тұрса, өте жақсы ағаштарға пайдалы болады. Егер де көң немесе шірінділер осылай азықтандыруға табылмайтын болса, ол кезде минералдық тыңайтқыштарды беруге болады. Олардың ішінде ең басты ағаштарға қажетті азықтар ол азот, фосфор, калий. Ондай тыңайтқыштар енді азофоска деген тыңайтқыш бар, нитроамофоска деген тыңайтқыштар, ол ерте көктемде қолдануға арналған. НПК деп тұрады, 16-16-16 деп тұрады. Солардың да құрамында азот, фосфор, калий комплексті сол тыңайтқыш 3 ең басты қажетті элемент. Енді басқа макро және де микро элементтерді оларды жапырақ арқылы берсек болады. Жаз күнінде темір қажет, бұларға бор элементі қажет, цинк қажет. Олардың бәрін жапырақ арқылы азықтандыруға болады. Ал енді азот, фосфор, калийді тамырдан береміз. Өйткені ол элементтерді, азот, фосфор, калийді жапырақ арқылы азықтандыру жеткіліксіз болады. Олардың көлемі өте көп мөлшерде қажет. Қалған элементтерді жапырақ арқылы беруге болады. Сол кезде олардың тиімділігі жоғары болады және де үнемділігі жақсырек болады.
біз мына салынған көңдердің бетін жауып шықтық. Одан кейін шлангымен жақсылап суды құямыз. Жақсылап сіңіріп суды, одан кейін барып қалған топырақпен бетін жайып текстей саламыз. Осы әдістерді қолданып ерте көктемде немесе күз мезгілінде азықтандыруға болады. Айта кеткенде, егерде күз мезгілінде азықтандырсақ су құймаймыз, ал ерте көктемде болса, егерде біз су құятын болсақ, қосымша болған өзінің ылғалы да бар, негізі қардың мына жаңбыр ылғалы бар. Егерде тағы да су құятын болсақ, ол да өте пайдалы болады. Өйткені мына қар мен жаңбырдың ылғалы бізге тамырдың қажетті тереңдігіне жетіп бармауы мүмкін. Ал енді су құйған кезде сол барынша қанша тереңдікте тамыр жатса, сонша тереңдікке жетіп барады.